Ертеде қазақ даласында Абылай ханның аламанына аты аңызға айналған батыр Баян болған. Ел үшін жанын берген, ерлігімен жұртын қорғаған айбынды батыр еді. Бір жорықта ол сұлу қалмақ қызы Құралайды тұтқынға алады. Баянның жүрегінде оған деген махаббат оянады. Алайда Құралайдың жүрегі басқаға, батыр Баянның туған інісі, жас батыр Ноянға тиесілі еді. Екі жас бірін-бірі шын сүйді. Бостандық пен махаббат үшін олар туған елдеріне қашуға бел буды. Бұл әрекетті батыр Баян елге опасыздық, сатқындық деп қабылдады. Ашуға булыққан Баян олардың артынан қуды. Жетіп барып, ашу мен күйіктің жетегінде жүріп, туған інісі Ноянды оқпен атты. Ал сүйгені Құралайды да аттан құлатты. Сол сәтте ғана Баян жүрегінің шындығын түсінді. Бұл сатқындық емес еді. Бұл махаббаттың қайғысы, тағдырдың қасіреті болатын. Бірақ ол батыр еді. Ел намысын бәрінен биік қойды. Абылай ханнан рұқсат сұрамай-ақ 100 қазақ жігітін ертіп қалмаққа қарсы аттанды. Соңғы шайқаста батыр Баян ерлікпен қаза тапты. Ол махаббаттың да, ел намысының да жолында жанын құрбан еткен батыр болып қалды.